Ән дүлдүлі Ғарекең. Осындай өтімен Қаратөбе ауданында концерттік бағдарлама өткізілді. Тағылымды шара Қазақстанның халық артисі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, қазақты әлемге танытқан дарынды әнші Ғарифолла Құрманғалиевтің 110 жылдық мерейтойына арналған. Қазақ мәдениетіне өшпесте із қалдырған біртуар дарын иесі Ғарифолла Құрманғалиевтің 110 жылдық мерейтойы түрлі мәдени танымдық шаралармен айшықталуда. Гастрольдік сапар әншінің туған жері киелі Қаратөбеде басталды. Ән дүлдүлінің есімімен аталатын өнер ұжымы әуелі баспасөз конференциясын өткізді. Іс сапар өңір аудандары мен Маңғыстау, Атырау облыстарында жалғасады. Қорытынды концерт Алматыда өтпек. Әніміз Ғарифолла Құрманғалиевтің туғанына 110 жыл. Соған орай бұл облыстық филармония Ғарифолла жылы деп жариялап, күзге шейін. Сол Ғарифолланың ұлықтау мақсатында Ғарифолланың ән өнері, жалпы Ғарифолланың емес, Батыс Қазақстанның ән өнерін ұлықтау мақсатында өзім Ғарифолла Құрманғалиевті оқыдым. Алматы студенттерінде кейін 95-96 жылдар осы Ғарифолланың орнында саяқ бердім. Кейін елге келіп, қазір уақытта Ғарифолла Құрманғалиев филармонияда жұмыс істеп жатырмын. Ғарифолла Құрманғалиев туралы сағындырған сағанақ деген кітабым шықты. Ғарифолла Құрманғалиев ән өнерінің асқан шебері, тамаша домбырашы, сондай-ақ қазақ операсының қалыптасуына үлес қосқан, халық әндерін жинап бір жүйеге келтірген дара тұлға. Кеште Сәуле Таудаева, Қатиболла Бердіғалиев сынды өңірге танымал өнерпаздар дарын иесінің әндерін шырқады. Дәулеткерей атындағы халық аспаптар оркестрі өнер көрсетті. Ғарифолла Құрманғалиевті ұлы әншіні кейінгі буынға насихаттау, оның өнері менен өмірінен мағлұмат беру. Енді бұл концерттік сапар жалғаса береді. Ғарекеңнің дәстүрін жалғастыру үшін мен 18 жыл Құрманғазы атындағы музыка колледжінде сабақ бердім. Қаратөбе сыншылы ғой, әнге, өнерге. Әлде де сол тұғырынан таймаған екен. Қазақты әлемге танытқан дарынды әнші сонау дәстүрлі өнердің үнін бізге жеткізіп, мұхиттың ізін үзбей жалғастырды. Көзің көрген, төрімде аунап жатқан сол. Сол кісіге өзім қызмет еткеніме, соның өзіме бақыт көрем, қуаныш санайым. Енді қазір толқып тұрмын, есіме түсіп тұр сол кездегі бір жақсы күндер. Енді бүгін мына облыстан келіп, мынау концерттік бағдарлама беріп жатыр екен. Оған енді 110 жыл толуына байланысты жақсы өттік, бір рухани көтеріліп, серпіліп қалып жатырмыз. Ән кешінде аудан әкімі шығармашылық ұжымға алғыс хат, бағалы сыйлықтар табыс етті. Қазақстанның халық артисі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Ғарифолла Құрманғалиевтің 110 жылдық мерейтойына арналған концерт сондай-ақ Жәнібек ауданында өтті. Гүлдана Юпова, Орынбек Қуанышқалиев, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы.